Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Мәди. Так, достар, сіздер алдыңғы видеоға смело лайк басып, активностьті көп көтеріп жатсыздар. Сіздерге көп рахмет, достар. Енді алдыңғы видеодағы керемет топ комментариялар үшін сіздерге көп рахмет. Енді комментарияларды осы жерге шығарып жіберейін. Міне осындай көп ілтипатын білдіріп жатқан менің подписчиктеріме көп рахмет айтамын. Так, достар, енді бүгінгі видеоның атауында көріп тұрғандарыңыздай енді түсінбеген шығарсыздар. Бүгін мына Тимур деген качок, осындай качок машиналарды неше удар арқылы сындырып жаралады. Сондықтан соны санап, общем, анықтайтын боламыз. Ендеше видео сендерге қызық болады деген ойдамын. Енді кеттік видеоға. Видео бастамас бұрын сіздерге Gamer Pico арнасын ұсынамын. Давайте, достар, бұл каналға бұйыртса GTA 5 ойындары шығатын болады. Сондықтан бұл каналға тіркеліп, смело 200 подписчик жинап кетейік. Және сізге де осындай пиар керек болса, осы баланың арнасына жазылыңдар. Мен тексеріп, үшін өзім таңдап болатын боламын. Осы каналға активист болып жүрейік. Ендеше видеоға кеттік. Енді достар, біздің ең бірінші машинамыз, бұл ойындағы ең шамалы машиналардың бірі. Осындай мотоцикл. Енді Тимур бұны неше удармен ұрып сындыратын қазір бірге санап көретін боламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. Мә, качок деймін мұнау. 4 удармен сындырып тағын ғой. Кеттік, Тимур, көрсетіп жібер качок екенде. Тайпыланды естеймін. Так, енді достар, келесі машинаға кеттік. Екінші біздің машинамыз осы. Біздің тілімізше, Каляни деген машинасы. Енді бұл машинамыз сындырып көретін боламыз. Неше удармен кеттік, ал бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4. Мә, мынау 4-пен кетіп қалған есе. Бұл да 4-пен кетіп қалды енді достар. Енді келесі машинаны көреміз, кеттік. Енді үшінші машинамыз осындай УАЗ тауып алдық. Енді осы УАЗ сындырамыз, кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7 секундта сынды. 7 удар. Жақсы мүмкіндік енді. Жаңа 2 машина қарағанда, енді келесі машина табайық. Достар, енді біздің үшін 4-ші машинамыз ба? 4-ші машинамыз сияқты. Осында ол суда жүретін керемет машиналардың бірі, кеттік санаймыз. Бұл да 4 удармен сияқты кетті. 1, 2, 3, 4. Бұл да әрине 4 удармен сынды. Кеттік. Келесі машинаға кеттік. Енді достар, біз осындай кончикті олып енді спорт қарма, осындай машина олып шылтырап тұрған кейінде бүгін осыны сындыратын боламыз. Кеттік. Бұл енді оғыздан кешкене шылайды шығар. 8-9 удар кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Мә, достар, бұл 5 удардан жазылып жарылды. Бұл шамалы көрсеткіш қой. Енді достар, біздің қазір нешінші машинамыз? Бірінші мотоцикл, квадроцикл, УАЗ, спорттар и біздің сондай 5-ші машинамыз ба? 5-ші машинамыз таптық. Пикап, енді пикапты жарамыз көп ешлей алмайды сияқты. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5 удар. 5 удардан сынды. Енді барынша қазір монстр табатын болам. Сол кезде кездесеміз. Так, міне монстрды таптық, свежий посылкадан түскен. Енді осыны тез бұзып, адамдар келмей тұрып, ал кеттік. Бұл көпке дейін шылайды деп ойлаймын. Кеттік ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 удардан сынды тұтастай. Тығанақта бір адам келе жатыр. Міне 10 адамнан сынды. 10 удардан сындым, базар жоқ. Енді бірінші орын алды десек те болады. Болып қалдық. Достар, енді осы видео бітті, аяқталды десек те болады.
Мен енді сіздерге негізгі айтып кететінім бүгін Тимур туралы болады. Енді Тимур, яғни менде қазір 5-ші уровеньде, сондықтан машиналар тез сынып жатқанын ескерте кетейін. Сондықтан менің еңбегімді бағалаңыздар, өйткені мен 5-6 катқа түстім. Өйткені машиналарды табу ондай қатты оңай деп ойламаңыз, қиындау кішкене. Сондықтан сіздер үшін тырыстым. Міне достар, менің Тимурым үшін бұған навыктарына Керли емес София қосылып тұр. Енді осы видеоға сен лайк басып, кереметтей комментарий қалдырып кет. Топ комментарийға шығатын боласың. Енді сіздермен болған мәди, келесі видеода аманшылықта кездескенше сау.